Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге палау дайындайтын боламыз. Ең алдымен осылай сұйық майымызды құйып аламыз және қыздырамыз. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, тағы да көп видеолар болады және де соңына дейін қараңыздар. Майымыз қызды, енді жақсылап етімізді қуырып аламыз. Етіміз қызарды, осылай аударамыз. Отымыздың астын, яғни газымыздың астын қатты қоямыз. Сонда қызарып, қып-қызыл болып қуырылады. Міне етіміз жақсы қуырылып жатыр. Енді 2 сарымсақты алып, етіміздің үстіне саламыз. Сарымсақты етпен бірге қуырсаңыздар, етке дәмі сіңіп, күшті болып шығады. Сондықтан да қуырылып жатқан кезде сарымсақты салыңыздар. Енді ішіне жуамызды, болгар борщын тәтті саламыз, жақсылап қуырмалаймыз. Бұл жерде болгар борщы езіліп кетеді, қорықпаңыздар. Жақсылап қуырылған соң дәмі кіріп күшті болады. Дәміне қарай тұзымызды саламыз және де 1 килограмм сәбізімізді саламыз турап. Осылай сары сәбіз бен қызыл сәбізді араластырсаңыздар, палауымыздың түсі әдемі болып шығады. Міне сәбізіміз қуырмаланып болды. Енді үстіне суымызды құямыз. Суымыз қайнап 40 минуттай қайнатамыз, еті піскенше. Содан соң күрішімізді саламыз. Күрішімізді жақсылап жуып аламыз. Суы аз болса, палауымыздың үстіне ыстық суымызды, қайнаған суымызды құямыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Қазанымыздың астын қатты қоямыз және осылай бәрі жері қайнауы тиіс, біркелкі болып, сонда күрішіміз ала болып қалмайды. Неке осылай қатты қоямыз астын, суы сырқылғанша, осылай кішкене қозғап қоямыз. Жақсы қайнап жатыр бізде қазанымыз. Неке суы сырқылды. Осылай сырқылу керек. Бұл жерде күрішіміз жарылғаны, мінеке көрініп тұр, жарылғаны. Аппақ болып жарылу керек, сонда күрішіміз ала болып қалмайды, піспей қалмайды, яғни. Жақсы сіңірілді суы. Енді күрішімізге осылай араларына ауа кіргізіп шығамыз да, қақпағын жауып 10 минутқа қоямыз. Астын жай қоямыз. Жай отта пісіреміз. 10 минут өтті. Енді осылай бір араластырып аламыз. Яғни бетін астына қаратып, содан соң тағы да 10 минутқа қоямыз. Міне күрішіміз дайын болды. Палауымыз өте дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.